Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлттық мұражай. Жаңа сөздер: мұражай, музей, жәдігер, наследство, фотоқұжат, фотодокумент, жазғы, летний. Бірінші тапсырма: тыңда, сұраққа жауап бер. Послушай, ответь на вопрос. Балам, демалыс күні не істейсің? Білмеймін, әке. Ұлттық мұражай ашылды. Демалыста мұражайға барайық. Тамаша, келістік. Здесь диалог отца и сына. Отец спрашивает, что делает сын в воскресенье, в выходной день. Он отвечает, что не знает. Папа говорит, что открылся новый национальный музей. Давай на выходные сходим в музей. Они договорились. Теперь вопрос: әкесі мен баласы мұражайда не көрді деп ойлайсың? Как ты себе представляешь, что увидели в музее отец и сын? Екінші тапсырма: суреттерге қара, оқы, сұрақтарға жауап бер. Посмотри на картинки, прочитай и ответь на вопросы. Асыл қалада тұрады. Жазғы демалыста ата-анасы мен әжесі қонаққа келді. Асылдың әкесі бәрін ұлттық мұражайға апарды. Мұражайдың іші кең. Онда бірнеше зал бар. Олар қызықты жәдігерлерді көрді. Асыл живет в городе. На летних каникулах приехали дедушка с бабушкой. Они пошли в национальный музей. Там просторно, есть несколько залов. Они увидели интересных экспонатов. Асыл қайда барды? Теперь к вопросам. Асыл қайда барды? Куда ходил Асыл? Асыл мұражайға барды. Ол не көрді? Что она увидела? Асыл қызықты жәдігерлерді көрді. Үшінші тапсырма: суреттерге қара, әңгімелеп бер. Посмотри на картинки и расскажи. Используй вот эти слова. Мұражайда үлкен LED-экрандар, құжаттар бар. В музее есть большие LED-экраны, фотодокументы и так далее. Екінші сурет: залдың ортасында киіз үй тұр. Посередине зала стоит юрта. Төртінші тапсырма: үшінші тапсырмадағы суреттерге қарап, мәтін құрастырып жаз, тірек сөздерді қолдан. Используя вот эти ключевые опорные слова, используя картинки. В третьем задании надо составить текст. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.